Бәріңе сәлем, достар. Мен Рсибай. Бүгін мен майнкрафтта қалай зымыран жасайды, соны көрсететін боламын. Үш таймер жасалайықшы. Давай. Шықырып алайық. Сосын зымыран ракета. Кәдімгі ұшатындай. Лайка загрузка болсын. Өте тез жасалады. Бірінші бір любой блокты ала саламыз. Содан кейін бізге не керек? Осы железный блок керек. Сосын наблюдатель керек, поршень керек, липкий поршень. Тағы не керек? Спичка керек. Огниво. Былай қоямыз. Осылай қоямыз. Осылай. Ой, жоқ бұлай емес. Осылай. Осылай 1, 2, 3, 4, 5. Ортасы бұлай плюс сияқты болады. Осылай қоямыз. Үстіне бір блок. Содан кейін мына жаққа былай қоямыз. Үйіне де осылай шықсам, осылай қоямыз. Сосын былай қоямыз. Бірінші мынандай наблюдательді осылай қоямыз. Липкий поршень қоямыз. 2 блок қоямыз. 3 блок қоя саламыз. Екеулері жеуде болады. Потом наблюдатель. Былай емес. Қызыл жағы асты қарау керек. Липкий поршень қоямыз. Кәдімгі поршеньді алмаңыздар. Кәдімгі липкий поршень алыңыздар. Бұл болмайды онда. Біріншіне қойдым, осыны қойдым. Липкий поршень. Механизміз осылай шығу керек. Енді ең ортасына мынаны қою керек. Вот, ракета дайын. Бір кішкене астығы түсіп қалатын бактары болады. Бірақ бәрі. Осылай жүре береді. Менен кішкене астығы түсті, ол бір блок. Осылай ұшады, осылай кете береді. 380 ба, сондай блоктан кейін тоқта қалады. Өйткені ары қарай блок қойылмайды. Осындай ана бұлттың ана жеріне барып тоқтайды. Болды. Бәріңізге сау болыңыздар. Пока.